Әлемде туристер ең көп келетін екінші ел Испания саяхатшылар үшін нағыз қазына іспетті. Мұнда қызықты қалалар, бай тарих, дәмді тағамдар және ерекше жанданған түнгі өмір бар. Колорит пен дәстүрлері жағынан Испания кез келген елден басым түссе, ал жағажайларының әсемдігі бойынша бүкіл Еуропада теңдесі жоқ. Сондықтан біз осы видеода Испаниядағы өміріңізде тым болмаса бір рет көруге тұрарлық ең қызықты 10 орынды жинақтап ұсынамыз. Барселонадан солтүстік батысқа қарай небәрі 50 шақырым жерде ерекше Монсеррат тауы орналасқан. Қашықтан қарағанда оның сансыз тақыр жартастары бұлттар арасында қатып қалған мүсіндерге ұқсайды. Жергілікті аңыздардың бірінде бұл жартастарды айналадағы көріністен жалыққан періштелер жасаған делінеді. Кейбір ерекше көріністерге тіпті арнайы атаулар берілген. Мұнда сіз пілдің басын, алыптың саусағын, қасиетті қыздың бейнесін, тіпті мумияны да таба аласыз. Бұл таңғажайып тауда теңіз деңгейінен 725 метр биіктікте алғашқы монастырь 9 ғасырда салынған. Көп қайта жөнделген бұл монастырь қазірде де бар. Әрі Каталонияның ең маңызды діни орталықтарының бірі болып табылады. Оның ішінде католиктер аса құрметтейтін Монсерраттың қара Мадоннасының мүсіні сақталған. Оны реконкиста кезінде үңгірлердің бірінен тауып алған. Каталондықтар бұл мүсіннің қыздарға сәтті тұрмысқа шығып, ана атану қуанышына жетуге көмектесетініне сенеді. Сонымен қатар монастырьдағы балалар хоры да өте қызықты. Ол әлемдегі ең көне хорлардың бірі саналады. Ол туралы алғашқы деректер 14 ғасырға жатады. Мадридтен оңтүстік батысқа қарай небәрі 70 шақырым жерде орналасқан таңғажайып Толедо өз өмірінде көп нәрсені бастан өткерген. Кезінде бұл қала Вестгот мемлекетінің астанасы және Кастилия корольдерінің резиденцияларының бірі болған. Өзінің маңызды тарихи рөлінің белгісі ретінде Толедо архиепископтықтың орталығына айналды. Және бұл мәртебені әлі күнге дейін сақтап келеді. Қаланың даңқты тарихы мұндағы әрбір таста сезіледі. Тек кафедралды сбор мен Санта-Крус госпиталь мұражайының өзі неге тұрады десеңізші. Одан бөлек айбынды Алькасар қамал қорғаны мен Сан-Хуан де лос Рейес Францискан монастыры, қасиетті Эльдефонс шіркеуі немесе Сан-Мартин көпірі секілді орындарда бар. Толедоның келбеті көне дәуірлердің рухына толы болғаны соншалық, ол 1986 жылдан бері ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне енгізілген. Алайда бұл қала тек архитектурасымен және ортағасырлық сұлулығымен ғана қызықты емес. Одан бөлек Толедо суық қару түрлерімен, дәстүрлі қол өнерімен, сондай-ақ өнерімен де әйгілі. Өйткені дәл осы қалада атақты суретші Эль Греко өмір сүріп, шығармашылықпен айналысқан. Испанияның солтүстік батысында орналасқан Сантьяго де Компостела Галисия аймағының астанасы ғана емес, сондай-ақ христиан-католиктер үшін Рим мен Иерусалимнен кейінгі маңыздылығы бойынша 3-ші орындағы
зиярат ету орталығы болып саналады. Себебі дәл осы жерде аңызға сәйкес Исаның ең жақын шәкірттерінің бірі әрі Испанияның көктегі қамқоршысы әулие Жақыптың сүйектері жерленген екен. Оның қабіріне апаратын зиярат жолы Камино до Сантьяго орта ғасырларда үлкен танымалдылыққа ие болып, бірнеше ғасыр ұмыт қалған соң, қазіргі таңда бұрынғы маңыздылығын қайта жылдам қалпына келтіруде. Қаланың басты көрікті жері 11-12 ғасырларда салынған әулие Жақыптың соборы. Тіпті бүгіннің өзінде ол Еуропадағы ең сыйымды соборлардың бірі болып саналады. Дегенмен Сантьяго де Компостела тек осы собормен ғана танымал емес. Бүкіл ескі қаласы әлемдегі ең әдемі тарихи аудандардың бірі ретінде белгілі. Ол бекерден бекер Испанияда алғашқылардың бірі болып, ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұраларының тізіміне енгізілмеген. Испанияның солтүстігіндегі Кантабрия тауларының жүйесінде орналасқан, аумағы 600 шаршы шақырымнан асатын Европа шыңдары ұлттық паркі елдегі ең көне қорық болып саналады. Оның негізгі бөлігі қорғалатын аумақ ретінде 1918 жылы жарияланған. Саябақтың негізгі бөлігін таулар құрайды. Олардың бір қатарының биіктігі 2500 метрден асады. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, бұл шыңдар ұзақ сапардан оралған теңізшілерге бағдар болған екен. Сондықтан оларды Еуропа шыңдары деп атаған. Таулардан бөлек саябақ мұздық көлдерімен, ормандарымен, шатқалдарымен, Испаниядағы ең терең үңгірлерімен және өте бай жануарлар әлемімен танымал. Саяхатшылар үшін ондаған жаяу жүргінші маршруттары салынған. Бұл бағыттардың кейбіреуі шағын ауылдар арқылы, зиярат ететін орындар мен орта ғасырлық нысандар арқылы өтіп, осы аймақтың бай мәдени мұрасымен таныстырады. Кордова, Андалусияның нағыз маржаны. Оның тарихы 2000 жылдан асады. Бірақ қаланың гүлденген дәуірі арабтар билеген кезеңмен байланысты. 8-11 ғасырлар аралығында Кордова сол кездегі орта ғасырлық Еуропаның ең ықпалды мемлекеттерінің бірі саналған Кордова халифатының астанасы болған. Сол заманда ақ бұл қала өнердің, ғылымның және білімнің орталығына айналып, халық саны бойынша әлемдегі ең ірі қалалардың қатарына кірген. Мұнда көптеген сарайлар, мешіттер мен басқа да маңызды ғимараттар салынған. Осының нәтижесінде бүгінде шағын қала саналатын Кордова ЮНЕСКО нысандарының саны бойынша Лондон мен Пекин сияқты қалалармен оңай бәсекелеседі. Еуропаның басқа қалаларын артқа тастайды. Қаланың басты көрікті жерлері қатарында христиан шіркеуіне айналдырылған бұрынғы үлкен мешіт, Римдік көпір және христиан патшаларының алькасары бар. Дәл осы алькасарда Изабелла мен Христофор Колумбты оның алғашқы саяхатының қарсаңында қабылдаған болатын. Пиреней түбегінің шығысында орналасқан Валенсия дәл осы аттас автономды аймақтың астанасы және Испанияның дәстүрлі мәдениеті мен заманауи инновациялар тамаша үйлесім тапқан ерекше мекені. Оның дәлелі қаланың визиттік картасына айналған 5 ғимараттан тұратын керемет футуристік кешен.
өнер мен ғылым қалашығы. Дегенмен қаланың дәстүрлі көрікті жерлері де кем түспейді. Олардың ішінде қасиетті Грааль сақталған кафедралды собор, қала қамалының әсерлі фрагменттері, сан алуан ғибадатханалары мен монастырлар, сондай-ақ өткен ғасырдың басындағы модерн стиліндегі сәулет өнерінің жауһарлары бар. Қала түрлі музейлерге де бай. Олардың саны 30-дан асады. Сонымен қатар Валенсия әйгілі паэлья мен орчатаның отаны, тамаша жағажайлардың мекені, сондай-ақ Еуропадағы ең ауқымды көшедегі шоулардың бірі, адамзаттың материалдық емес мәдени мұрасына енгізілген Фаллес от фестивалінің өтетін орны. Соңғы 10 жылдықтарда Гранада нағыз туристік серпілісті бастан өткеруде, және оған толық негіз бар. Ыңғайлы орналасуы мен құнарлы топырағының арқасында қаланың орнында ежелден бері қоныстар болған. Дегенмен Кордова сияқты Гранадада өзінің шарықтау шегін араб билігі кезінде жеткен. 15 ғасырдың аяғына дейін ол Пиреней түбегіндегі мұсылмандардың соңғы тірегі болып қалды. Ал қаланың жаулануы 7 ғасырдан астам уақытқа созылған реконкистің аяқталғанын білдіреді. Гранадада мұсылман билігінен бері көптеген ерекше тарихи орындар сақталып қалған. Олардың ішіндегі ең әйгілісі Альгамбаро қамал сарайы. Көптеген зерттеушілер оны батыс Еуропадағы мавритандық өнердің ең керемет үлгісі деп санайды. Ал христиандық кезеңнің көрікті жерлері арасында керемет Гранада кафедралды соборы және оған жапсарлас орналасқан Кастилия патшайымы Изабелла мен оның күйеуі арагондық Фердинандтың жерленген жері саналатын капелла ерекше танымал. Күн шуағына бөленген Севилья Испанияның ең ірі қалалары тізімінде 4-ші орында тұр. Және дәл осы қала фламенко биінің және атақты тапас тіске басарларының отаны деп есептеледі. Севильяның тарихы бірнеше мыңжылдықты қамтығанымен, ол үшін нағыз алтын ғасыр Америка құрлығының ашылуымен басталады. Қала жаңа жерлермен сауда жүргізуге толық монополия алып, сол заманда испан халқы кім Севильяны көрмесе, ол кереметті де көрмеген деп айтатын. Бұл сөз бүгінгі күнге де сай келеді. Қазіргі Севилья жіңішке көшелер мен көркем алаңдар, барокко шіркеулері мен шығыс өрнектері, әсем су бұрқақтары мен тыныш саябақтар қаласы. Мұндағы қызықты жерлердің көптігі көз сүріндіреді. Мысалы, әлемдегі ең үлкен католик шіркеулерінің бірі саналатын кафедралды соборды алайық. Немесе ғасырлар бойы испан монархтарының қалалық резиденциясы болған корольдік Алькасарды. Сондай-ақ генералды үнді мұрағаты, маврлар салған Торре дель Оро мұнарасы, таңғажайып фотогендік Испания алаңы және басқа да көптеген нысандар ерекше атап өтуге тұрарлық. Испанияның астанасы Мадрид Еуропаның ең маңызды мәдени орталықтарының бірі болып саналады. Мұнда өткен мен қазіргі заман, жайлы саябақтардың тыныштығы мен түнгі өмірдің қарқыны, сән салтанатты көрікті орындар мен керемет шопинг үйлесім тапқан. Бірнеше ғасыр бойы Мадрид әлемдегі ең ірі империялардың бірінің жүрегі болды. Және қаланың бейнесінде сол тарихи кезеңнің көптеген ізі сақталған. Олардың қатарында 18 ғасырда салынған
аумағы 100 000 шаршы метрден асатын алып король сарайы бар. Мадридтің нағыз жауһарларының бірі әлемдік деңгейдегі бір қатар музейлері. Олардың ішіндегі ең атақтысы Прада музейі. Ол әлемдегі ең көп келетін көркемөнер музейлерінің 20-лығына кіреді. Ол Патшайым София өнер орталығы және Тиссен-Борнемисса музейімен бірге Мадридтің алтын үшбұрышын құрайды. Сондай-ақ Мадридте ежелгі Египет ғибадатханасын табуға болады. Сан-Мигель базарына бас сұғып көруге болады. Немесе қаланың айналасына саяхаттап, көптеген ғажайып орындарды тамашалауға болады. Каталонияның астанасы Барселона бірнеше 10 жылдық бойы Еуропадағы ең сұранысқа ие бағыттардың ондығынан түспей келеді. Жер бетінде кез келген тұрғын үйдің өзі көрнекті орынға айналған мұндай қалалар өте аз. Сол себепті де Барселона осы күнге дейін британдық корольдік архитекторлар институтынан архитектура саласы бойынша алтын медаль алған жалғыз қала болып отыр. Бірақ Барселона тек сәулет өнері ғана емес. Оның көшелері Карфаген қолбасшысы Гамилкар Барканың ерліктерін, Рим легионерлерінің күймелерін, вестготтар мен мұсылмандардың шапқыншылығын, ұлы географиялық жаңалықтар дәуірін және Арагон корольдерінің ізін сақтап қалған. Мұнда Антонио Гаудидің оюлы балкондары мен архитектуралық жауһарларын тамашалау үшін, готикалық кварталдың тар көшелерінде ежелгі аңыздарға үңілу үшін, Рамбла бойымен серуендеп, жерорта теңізінің керемет таза ауасымен тыныстау үшін келеді. Ал басты көрнекті жерлерді тамашалап болған соң, Каналетес су бұрқағынан су ішуді ұмытпаңыз. Жергілікті халықтың айтуынша, ол сіздің Барселонаға міндетті түрде қайта оралуыңыздың кепілі. Егер сізге бұл видео ұнаса, лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Өйткені дәл сіздің лайктарыңыз мені саяхатшыларға арналған жаңа әрі қызықты видеолар жасауға шабыттандырады. Пікірге сізге ең ұнаған орынды немесе бұл рейтингке қосуға лайық тағы қандай жер бар екенін жазыңыз. Қарап көңіл бөлгеніңізге үлкен рахмет. Жаңа қызықты видеоларда қайта кездескенше.